Бүгінгі видеода мен Афганистаннан бір посылка алдым. Ол посылкада неше түрлі заттар болуы мүмкін. Енді Афганистаннан келген соң су қару болуы мүмкін, бәлкім жейтін заттар, немесе мүлде менің ойыма келмеген зат. Так что осы видеода бірге көретін боламыз. Бірақ та кішігірім спойлер болсын. Ішіндегі затты бірінші рет көргендегі реакциям осылай болды. Келесі видео тез шыққан қаласаңыздар 220 мың подписчик немесе 2000 лайк жинап кетейік. Әр күн сайын видео шыққан қаласаңыздар, онда комментке күн сайын видео шықсыншы деп жазып кетіңіздер. Ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәдетеге деймін Ерда, және де сіздер видеоны түсіңіздер деп ойлаймын. Короче, міне мына жаққа бізге мынандай бір посылка келді. Давай осыны ашып көрейік деп жатырық. Ішінде не шығатыны маған өте қызық болып жатыр. Илона, ішінде не шығады деп ойлайсыз? Менше білмеймін не шығатын. Әйтеуір бір заттар шығатын сияқты, өйткені іші біраз қатты ауыр емес, нормальный средненький бір нәрселер жүр әйтеуір. О, ема. Чипсы, короче. Мынандай бір чипсы. Мындай чипсы бар. Мындай печенье сияқты. Чипсы сияқты мынандай. Печенье, кекс сияқты, иә? Ау, ашты дейді не? Орео сияқты печенье. Мындай шоколад. Оғанский шоколад. О. Мынау қандай нәрсе? Пончик мынандай. Мынау киндер сюрприз. Печенье ғой ма? Мынандай. Шоколад. О, езіліп кетті. Все, енді, короче, мыналарды енді кезек дәмін көріп бағасын беретін боламыз. Короче, достар, енді біз бірінші мынаяқтан былай қарай бастайтын боламыз. Міне бірінші мынадан бастайық. Түрі мынандай екен, домалақ, бір бәле ұзынша, короче. Тура біздің кукурузный палочка бар еді, тура сол сияқты, бірақ та ашытысы екен. Дәмі нормальный енді, маған қатты особо ұнаған жоқ, но болады ортанша. Келесі мынаны көреміз. Сол әдеттегі шоколад. Сіздер дәл осы жерде видеоны паузаға қойып жазып кетіңіздер, осы жерде қанша зат маған ұнайды деп. Мына 7 зат қалды. Осының ішіне хотя бы мысалы екеу либо үшеу ұнайды деп комментке жазып кетіңіздер. Қатты ұнайтын затты кім дұрыс табады, типа үшеу деп, екеу деп, соған короче лайк басып кететін боламын, андай жүрекше. Енді келесі мынандай бір нәрсе, мынандай печенье екен, кішкене бөлініп қапты. Дәмін көрейік ал. Кәдімгі обычный детский печенье бар ғой, тура сол сияқты бөлейін. Дәмі біздікімен тура бірдей. Міне мынау келесісі. Мынандай екен. Мынаның дәмі базар жоқ екен. Осылардың ішінде пока бірінші ұнаған осы. Мынау келесісі. Ол түрі әдеттегі чипсы сияқты, бірақ та размері чотак. Өте дәу сияқты. Мынау көрейік ал дәмі. Тұзды соуспен жасаған ба бір бәле мынандай дәмі. Шынын айтсам маған особо ұнамады. О, келесі мынандай. Іші мынандай картошка фриға ұқсайды екен. Дәмі керемет. Прям базар жоқ. Оның қойышын бағым. Келесі бізде мынандай шоколад. Сояқтың шоколад қандай екен? Қазақстандікімен салыстырғанда көрейік. Міне түрі мынандай обычный шоколад. Дәмін көрейік. Айтарлықтай басқа шоколадқа ұқсамайды, соя әдеттегі шоколад сияқты. Мынау келесі сояқтың андай печеньесі, көрейік, бірақ дәмі басқаша болып қалуы мүмкін. Дәмі күшті. Ал енді мынау ең соңғысы. Ішінен андай ойыншық бір нәрсе шығады деп ойлайсыздар ма? Сен қалай ойлайсың, шығады деп ойлайсың ба? Давай онда ашып көрейік, менше шықпайтын сияқты. Короче, опа. Екіге бөлінді сразу. Значит, все понял, ішінде не бар екен түсіндім. Мынаяқтан былай ашамыз. Опа, ана шоколад жартысы. И жартысы не, конечно. Сен айтқаның рас болды. Ойыншық шықты. Чё мынау не ойыншық? Мынау ойыншық кәдімгі. Мынау қасығы типа бүйтіп аласың да. И осылай аламыз да. Достар, бұндайды сіздер... Короче, достар, осы видеоның арт жағына енді біраз қосымша қылып бір эксперимент жасағым келіп жатыр да. Өзім бір ойлап тапқан бір прангым бар да. Короче, сол пранк енді білмеймін, өте ма, өтпей ма, қазір ұстап көрейін деп жатырмын. Типа нормальный шықты ма, шыққан жоқ па, сіздер баға беріп кетіңіздер. Ал мен пранкты типа сестерінкіма ұстап көрейін. Ал енді ол пранк қалай болатын қазір сіздерге түсіндіріп жіберемін. Короче, менде осындай стакан бар, стаканға осы қолымды кіргізіп аламын да, типа шығармаймын. И потом барып айтам, қалтамда бір нәрсе бар еді, соны ала салшы деймін. Потом барып қалтама мен немене сақ қоямын, бір жейтін бір бәле сақ қоямын да. Потом барып мен неме қыламын, типа сол жейтін нәрсені жейін деп жатырмын. Так что мен осылай қолымды байқамай тығып алдым, мен шығара алмай жатырмын. Пожалуйста, мен аузыма салшы, бүкілінде мен жей саламын деймін да. И сол кезде біз көретін боламыз, сестренка мен аузыма саламын, әлде өзіне алып қашып кете ма. И если маған көмектесіп, типа мен аузыма салып, потом қолымдағын шығарып тастауға көмектессе, онда мен оған қалаған бір затын алып беремін да. Ал егер керісінше
типа көмектеспей өзінше болып алып қашып кетсе, онда өкінішке орай еш нәрсе жоқ. И қазір в общем экспериментный пранкты көретін боламыз. Ұмытпаңыздар, сіздер бұл пранкты 1-ден 10-ға дейін бағалаңыздар. Ал мен басайын. Короче, мне қалтама, мне шоколадты салдым. Мияқта тұр. И қазір қолыма киемді, и қарындасымды шақыратын боламын. Илана, бергеші. Короче, максимально түр бермеу керек. Тихаря түсіру керек. Қолымды шығарып берсін, мына ішіне тығып алдым да шығара алмай жатырмын. Давай. Айтыңыз. Қатты ұстап тұрмыш қойын. Давай. Эй, бұраш жүрдіңіз. Бос қылмай, дұрыстап ұстасын. Давай. Ай, тоқтай тұршы. Кәбетші. Бұл қарным ашып кетті да. Мына қалтамда немене бар. Бір жейтін шоколад бар. Соны ашта екеуін аузыма салшы. Мен жей алмай жатырмын мына қолыммен ше. Келін деп тұр ма? Әкел. Әкел. Ей, Илона. Арамынай. Ма. Жолсыз қалды кетті. Ну, өкінішке орай пранк осылай болды. Енді Илона осы видеоны көреді и өкінетін болады. Так что, в общем, осылай. Қалай эксперимент ұнады ма? Если ұнаватса, енді осындай типа бір эксперименттерді біраз көбірек шығаратын болады. Мысалы, үш қарындасым бар, үшеуіне де жасайтын болады. Может, мамаға да, папаға да тоже самый. Так что, бағалап кетейік. Егер мощный болса, эксперимент шығатын болады. Сіздер мәдетеге болғанмен ерді. Келесі видеода кезгенде бір таза. Давайте.